Сонымен, құрметті жас дос, мен сізге жаңа тақырып бастайын деп отырмын. Ол сіз картада көріп тұрғандар: наймандар, керейіттер, жалайырлар. Наймандар, керейіттер, жалайырлар орталық Азияға, Қазақстанның шығысына қарай 10 ғасырдан бастап қоныс аудара бастады. Олар алғашқы кезде мекендеген жері, құрметті жас дос, көңіліңізді бөліңіз, сізге сұрақ болып келеді. Наймандар, керейлер, жалайырлар алғашқы кезде қай жақты мекендеді, қай аймақты мекендеді деген сұрақ келген жағдайда сіздің жауабыңыз мынандай болу керек: Моңғолияның орталық және батыс аймақтарын. Ал 10 ғасырдан бастап наймандар, керейлер, жалайырлар қайда қоныс аудара бастады дейтін болсақ, қазіргі Қазақстанның шығыс, оңтүстік шығыс аймақтарына. Наймандар, яғни 8 ғасырдың басында Орхон өзені мен Алтай тауының аралығын мекендеген. Алтайдың, сіз құрметті оқушы, Қазақстанның солтүстік шығыс аймағындағы жатқан үлкен тау сілемі екендігін білесіз. Моңғолша найман сөзі 8 деген мағынаны білдіреді. Кейбір ғалымдар найман сөзінің шығуын 8 санымен байланыстырады. Себебі найман бірлестігінде 8 ірі тайпа болған. Ал кейбір ғалымдар болатын болса, найман атауы 8 деген сөзбен емес, Моңғолиядағы Сегиз өзенінің бойын мекендеген тайпалар деген сөзден шыққан болуы керек деп болжам айтады. Найман мемлекетінің аты шыға бастаған кезең 12 ғасырдың екінші жартысы. Мына наймандар Моңғолияны мекен еткен кезде наймандардың астанасы Моңғолиядағы Орхон өзенінің бойындағы Балықты қаласы. Сонымен, құрметті оқушы, көңіліңізді бөліңіз. Наймандардың астанасы қай жерде деген сұрақ келген жағдайда Орхон өзенінің бойындағы Балықты қаласы. Балықты қаласы алмағайып заманда бірде ұйғыр, бірде қырғыз, бірде меркіттердің қолына көшіп, талай рет өтіп, талай рет қайтарылған қала болған. Найман мемлекетінің ханы Наркеш Дайын 1160-1203 жылдар аралығында басқарған хан. Яғни сізге мынандай сұрақ келуі мүмкін: Найман мемлекетінің алғашқы ханы, яғни оқулықта көрсеткендей Наркеш Дайын хан. Сонымен, құрметті оқушы, көңіліңізді бөліңіз. Наркеш Дайын ханның кезінде наймандар қандай жетістікке жетті? Наркеш Дайын ханның кезінде Найман мемлекетінде егіншілік, отырықшы өмір дамып, яғни қалалық мәдениет дамый бастады. Ал Найман мемлекеті осы Наркеш Дайын ханның інісі Инач Билге ханның кезінде дамып, қалалық мәдениет көркейіп, оларда отырықшылық дамып, сонымен қатар сауда да өркендеп, халық оның қабілетіне қарай барлығын білетін хан, барлығымызды топтастырды, барлығымызды біріктірді деп оған Білге хан деген атақ берген, яғни бәрін білетін хан. Білге хан деген атақ қандай моңғол найман ханы алды деген сұрақ келсе, сіздің жауабыңыз мынау болу керек: Инач Билге. Найман мемлекеті осы Инач Билге ханның тұсында күшейді және гүлденді деп жауап берсеңіз болады.